Баршаларыңызға сәлем. Құрамында алма және өрік қосылған өте жұмсақ әрі нәзік ерекше пирогтың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен таза ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмыртқамызды, жұмсақ сары майымызды, қантымызды қосып, қантымыз ерігенше 1 келкі массы болғанша араластырамыз. Електен өткен ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқыш салып, құрғақ затымызды араластырып, жаңағы сұйық массамыздың үстіне қосып, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын, целлофанға салып, 5-10 минутқа холодильникке тындырып қоямыз. Енді пирогымыздың начинкасын жасаймыз. Орташа 4 алмамыздың сыртқы қабығын ашып тазалап аламыз. Тазаланған алмаларды үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштен өткен алмамыздың граммы 500 грамм болуы қажет. Үккіштен өткен алмамыздың үстіне жарты лимон шырынын, жұмсақ 40 грамм сары майымызды, 80 грамм қантымызды қосып, бір араластырып жіберіп, баяу оттың үстіне қоямыз. Үккіштен өткен алмамызды бұлғап тұрамыз, асты жабысып кетпеуі керек. Осындай жұмсақ пюре болғаннан кейін отымызды сөндіріп, суытып қоямыз. Формамызды сары маймен майлап аламыз. Қамырымызды бірі үлкен, бірі кіші етіп 2-ге бөлеміз. Үлкен қамырымызды ыдысымызға жұқа етіп орналастырамыз. Мендегі форма 26 диаметрлік. Қамырымызды формаға орналастырып болдық. Үстіне 4 ас қасық өріктен жасалған джем салып, қасықтың көмегімен жұқа етіп жайып шығамыз. Алмадан дайындалған пюремізді джемнің үстіне салып шығамыз. Енді кіші күлшемізді жаямыз. Аст үстіне пергамент қағазын төсеміз. Біріншіден бізге жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін, екіншіден оқтауға жабыспайды. Жайып болған күлшемізді осындай ирек домалақ пышақпен кесіп аламыз. Кесіп болған күлшемізді формаға орналастырамыз. Бір ас қасық сүтпен жұмыртқаның сарысын жақсылап араластырып, пирогымыздың бетіне жағып шығамыз. Қалауларыңыз бойынша бетін әсемдеуге үгітілген жаңғақ сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Пирогымыз піскесін формадан бірден босатпаймыз, суығасын босатамыз.
Пирогымыз дайын, өте жұмсақ, сүйіспеншілікпен дайындаңыздар. Сіздермен болған Гүлмира Темірхан. Аман сау болыңыздар.